Менің былтыр Канакер брендінен алған осындай көйлегім бар. Сапалы, тігістері күрделі. Былтыр талай кидім. Алмас ренжімен. Мен бұл көйлектің артын биыл осылай тігіп тастадым. Дизайнерден кешірім сұрап жатырмын ғой енді. Сосын екі жағындағы шлейф матасын да қысқартып тастадым. Бұрын белдің тұсына орап қоюшы едім. Биыл бел ондай артық-мартық детальдарды көтермей тұр. Жеңінің ұзындығы, фактурасының қаттылығы, жағасының ұзын қиғаштығы ерекше. Енді Алмас, рахмет. Сәл қайырып қойсам да болады. Артын тігіп тастағаным оң шешім болдау. Бұл көйлектің екі жаны ашық, астынан осындай леггинсы киемін. Екі жағынан шлейф матасы желбіреп, ерекшелік беріп тұрады. Ал белін осылай байлаймыз. Жоқ, белді бар қыламыз. Оптикалық иллюзия дейді бұны. Көйлекте әдемі силуэт пайда болды, я. Сосын астынан осы қара туфли киеміз. Алмастың туындыларын күнделікті өмірге осылай бейімдей алуға болатындығы ұнайды, әрі образдарына сәл ерекшелік қосқысы келетін қыз-келіншектерге жақсы. Екі жағындағы тік линия құрып тұрған жеңіл матаға назар аудармасқа болмайды бұл жерде. Ертең көктем дегенмен көктем сырғамызды тағып алайық. Қалай болды? Өзіме образ ұнады. Менің нәзік әрі батыл қырымды ашқандай. Осындай силуеттер жақсы көрем. Ой, айтпақшы, астынан сұр леггинсы кисек қалай болады екен? Ол да жұқа әшейін. Оған сұр детальдары бар. Осы балеткеде киеміз. Күнделікті киетін образ шықты. Алматыда күн ысып кеткенде күшті болатын секілді. Әрине, сырға да образ эстетикасына сай болады. Сізге қай образ ұнады? Қара леггинсімен бе, әлде сұр леггинсімен бе?